Всем привет! Бүгін бізде базарный день десем болады. Бүгін мен гүлім кешке дейін базарды аралап алып келген затын көрсетейін сіздерге. Алматыда тұратындар біледі ғой, Алматының базары бітетін емес қой, бітпейді, аралап бітпейсің. Қашаннан бері сіздерге ойбай базарға барам деп әйтеуір әрең дегенде бүгін базарға бару бұйырды. Онда да мен Пендодадан осыдан январда мен Пендодадан осы киімдерге заказ бергенмін. 4 киім заказ бергенмін ғой. Содан 4 киімнің біреуі ғана келіпті, прикиньте, біреуі ғана келіпті, біреуі отказ келді, 2 киім жоғалып кеткен жоқ. Но бірақ біздің Харго жоғалып кеткен заттың ақшасын қайтарып береді. Осы аптаның аяғына қайтарып берем деді. Солай базарға келіп өзімнің үзіліп қалған алтыным бар еді, соны жалғадым. Кальциумның көзі кетіп қалған еді, соны жөндеттім. Ал базарға келіп тұрып, базардың тамағын жемеу деген ол қателік, қыздар, қателік. Асқазаның ауырады үйге барсаң. Сосын солай келдім да тамаққа қиып келдім да тойып алдым да, солай әрі қарай балалардың киімін қарауға кірісіп кеттім. Бүгін балаларға бір шама киім алдым. Мына жерде енді көбісін көрсетпегенмін, но бірақ бәр киімді балаларға алдым. Уже күн жылығаннан кейін балалардың да киетін киімі қалмағасын. Бүгін отдельно осы балалар үшін базарға шығып балаларға киім алдым. Және де өзімді ұмытпадым. Негізі мен бүгін киім алам деп ойлаған жоқпын, бірақ случайно мына киімді көріп қалып деген. Киім айтым, мынаған сынып тұрмын, мынаны алмасам үйге қайтпаймын деп едім. Сөйтіп ойбай ал деп күйеуім мына спортивканы солай өзім алып алдым. Летний екен да, андай күшті жаз мезгіліне киюге өте ыңғайлы, хлопок дей ма білмеймін енді. Матасы сондай да. Таңертең сағат айтайын сіздерге 11-де шыққам ғой, кешкі 5:30-6-да бірақ келдім ғой. Алматының пробкасіне тұрсаң бітті. Үйге ерте барам деп вообще ойламайсың ғой. Итакта онда да бүгін мама тамақ істемей қой деп айтып кеткен ғой. Одан қалсы тамақ істемей қой дегенсің, вообще есіріп кеткенсің ғой. Тамақ істемеймін деп базарды аралап жүре бергенсің ғой. Кеше ет асып едік қой, сол етті мама кеспей, мен нарын қылып турап қойған ғой. Бір табақ болған, ешкім адам жоқ, ол жеңген жоқ. Зато бүгін кешке тамақ істеген жоқпын, сол бүгін жылтпай нарынды жедік. Негізі бар ғой, мен шаршап отырмын бірақ бар ғой, шаршап отырсам да жаттығуды ұмытпай жасадым. Но бірақ сіздерге видео салу керек деп, отчет салам деп бүгін видеомды салдым. Сондықтан лайк, комментарий, подписка.